Сәлеметсіңдер ме балақайлар? Бүгін ана тілінен 97-ші сабақты орындаймыз. 97-ші сабақ заттың санын білдіретін сөздер. Өлеңді мәнерлеп оқы. 10 саусақ. 5 саусақ оң қолда, 5 саусақ сол қолда. Тілектес болғанда айналар қорғанға. 5 саусақ оң қолда, 5 саусақ сол қолда. Не жетсін бірігіп, тілектес болғанға. Балалар, енді өлең не туралы екен? Өлең біздің қолдарымыздағы саусақтарымыз туралы екен, екі қолымызда да 5 саусақтан бар, Өлеңнен сан есімдерді тап. Бізде өлеңде сан есімдер біреу ғана, 5 саны, ал ол бізде 4 жерде жазылған екен, Бірінші, екінші жолда және астыңғы шумақтағы бірінші, екінші жолда 5 саусақ оң қолда, 5 саусақ сол қолда деп айтылған екен. Жарайсыңдар, келесі. Екінші жаттығу: сөздерді берілген үлгі бойынша жаз. 2 дос, 4 оқушы, 5-ші қатар, 6 дәптер, 1-ші сынып, 9 өшіргіш, 10-ші қабат, 3-ші апта. Бірінші неше? 2 дос, 4 оқушы, 6 дәптер, 9 өшіргіш. Бұлар неше деген сұраққа жауап беретін сан есімдер екен. Келесі нешінші? 5-ші қатар, 1-ші сынып, 10-ші қабат, 3-ші апта. Бұлар нешінші деген сұраққа жауап беретін сан есімдер. Келесі: жақшаның ішіндегі сандарды жақшадан шығарып сөзбен жаз. Айдардың қояны көжектеді. Ол досына 3 көжек берді. Көрші Алтынай 1 көжек сұрап алды. Айдардың өзінде 3 көжек қалды. Барлығы неше көжек? Енді ең алғашқы 3 көжек досына берген көжекке қосамыз Алтынайдың сұрап алған 1 көжегін. Жауабы 4. Ал Айдардың өзінде қалған 3 көжегін 4-ке қосамыз. Сонда барлығы 7 көжек бар екен. Ал бұл заттың санын білдіретін сөздерге сұрақ қояйық. Қанша немесе неше деген сұрақ қоюға болады екен. Жарайсыңдар, сау болыңдар.